Now I found you. Now I found you. And now my prayers been answered. Now I found you. Why did it take so 안녕하세요. 셀무르기 로즈. бүгін бізде аватарка BTS Season Greetings. Seasons Greeting деп атайды. 2021 жылғы бұл аватарка 7 ноябрьда жасалған болатын. Ноябрь кезінде где-то мен біраз қиналып, сосын кейін қиналыстан енді ғана шығып жатқан кез болған болатын. Октябрь кезін, какой октябрь? Ноябрь кезіндегі бұл BTS-ның фотоларын көріп тұрған болсаңыздар, өте керемет фото суреттер болды. Және Season Greetings, конечно, мен білмеймін полностью оның нелерін, наполненияларын, DVD бірдеңелер болады ғой ішінде. Календарь, мынау всегда айдың аяғында шығатын вот сол фотолар. Көбінесе әртүрлі фотоларды қолданып көруге тырыстым. Әрине дизайн ойлап табу қиын болды, но все же неге фиолетовый түсті таңдадым мен? Может быть, маған тапсырыс берушілер фиолетовый цветті таңдаңыз деп айтқан болған шығар. Себебі бұл жерде суретте общий фото киімдеріне қарасақ, бұл жерде общий түс где-то қызыл немесе қара цвет болуы мүмкін. Но все же қара цветпен жасағанда, мне кажется, қап-қара болып кетеді, а олар қара болмасын деген-ау деймін. Но все же аватарканың маған результаты өте ұнады. Группаны да сіздер көрген боласыздар. ВК-да арасында мына жерде группаны аты жазылып тұр. Может, тоже іздеп қарап көрсеңіздер болады группаны. BTS туралы менде осы аватарка новый болып саналады. Сосын келесі видеода аватарка кішкене бұрынғы кездегі 1-2 жыл бұрын істелген сондай аватарканың видеосы болуы мүмкін. Сондықтан да тағы да күтіңіздер. Өйткені менде Baby Don't Stop бар. Тен мен Тэйон екеуіне арналған аватарка. Ол кезде қазақша фанфиктер туралы топ болатын. QFS Land беді. Мен уже атын ұмытып қалыппын. Мен сол топта өскен болатынмын. Егер де сіздер сол топта болған болсаңыздар, Құсми деген никнеймі бар адам танитын болсаңыздар, ол мен болып саналамын. Сондықтан да сол жердегі аватаркаларды көріп шықсаңыздар болады. Қазір ол топ жабылған. Бұрын біз 2015 жылы сол кезде мен енді ғана дизайнер болып сол жерде жұмыс істегенмін. Одан кейін қай жылға дейін жұмыс істегенім есімде жоқ, бірақ біраз жыл бойы жұмыс істеп, мен сол жерде дизайнер ретінде өстім. Бірінші, конечно, дизайнер болар кезде сіздердің аватаркаларыңыз әдемі шықпауы мүмкін, но ары қарай жасай келе сіздердің аватаркаларыңыз әдеміленіп, өте әдемі шығатын болады. Но все же қазір мен аватарканың бағасын көтеріп тастадым. И күнде аватарка жасай алмайтын болып кеттім. Өйткені менде басқа да жұмыстар бар. Мен тайпермін, таймингермін. Сондықтан да менде де басқа да сол NIP-ның видеоларын таймит ететін жұмыстарым бар. Сосын өзімнің основной жұмысым бар. В общем, суббота күні ғана аватарка жасайтын болдым. Және де аватарканың бағасын мен 500 теңгеге көтеріп тастағандықтан қазір пока ешкім тапсырыс беріп жатқан жоқ. Но все же кейбір адамдар болады, өздеріңіздің регулярно тапсырыс беретін, бағаға қарамайтын вот сондай адамдарға мен алғысым шексіз. Өйткені аватарка жасаған ол өте көп уақытты алады. Сондықтан да ол уақыт басында сіздерге өте ұнауы мүмкін. Аватарка жасау бесплатно жасай бересіз. Потом уақыт өте келе ол сізге қиын, ауыр болып кетеді. Өйткені сіз все время одно и то же істей бересіз, но все же бұл да кететін уақыт, бұл да еңбекті талап етеді. Бір аватарка 1 сағатта дайын болу деген мүмкін емес. Себебі менің өзім бір аватарканы 3-4 сағат жасаймын. Ең азы менде 3 сағат, ең көбі 5 сағат немесе 2 күн отыру мүмкін бір аватарка үшін. Себебі мен кейде
менде паршивый настроение болады, енді әр адамда болады осындай. Сол кезде аватарканы жасап қажет жоқ, себебі дұрыс дизайн табу өте қиын болады. Сондықтан да 2 күн отыру мүмкін, кейде мен бір основной дизайн ұнамай, маған өзіме ұнамай жатуы мүмкін, себебі қазір идея ойлап табу өте қиын. Сондықтан да сіздер көріп отқандарыңыздай бұл да жұмыс, бұл да көп отыруды талап етеді. И және де мен суретте өзім қиям, ешкімнен интернеттен скачать етпеймін. Конечно, интернетте все бәрі готовы болуы мүмкін, но все же маған өзіме қиған ұнайды. И осылай де процесстен мен рахат алам. Өте жақсы ұнайтын, аватарка жасаған прям күшті болатын. Но қазір соңғы кезде білмеймін неге екенін, ол бұрынғыдай тартпайды, но все же, может быть, одан не алу керек шығар, демалыс алу керек шығар, сондай бірдеңелер болуы мүмкін. Өйткені әр адамда әр қалай, но все же видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, және мен әңгімемді тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге аватарка ұнады деген үміттемін, және де әлі де сіздермен бірге боласыздар деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. 안녕. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, when you go away, it won't be as simple for you.
just a chain. Even if I want to realign, 'cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Can I leave it all behind? Follow all the leading signs. When the dark is growing and the light is closing in, tell me where you're going. Won't be a simple voyage. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. Down.